Саламатсыздар ма балалар? Мен сабағыма қош келдіңіздер. Каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий жазыңыздар. 5-6 сабақ 20 жыл күткен жеңіс. Бокс деген сөзді естігенде ойыңа қандай ұғымдар келеді? Бұл спорт түрінің ерекшелігі неде? Әлемдік қазақстандық боксшылар туралы айтып бере аласың ба? 20 жыл күткен жеңіс. Бокс сөзін естігенде ойыма бокс саңлақтары мен алаңдағы ойыншылар келеді. Бокс арнайы жұмсақ қолғаппен белгілі бір ереже бойынша жекпе-жек күшін сынасатын спорт түрі. Келесі. Санжар Тәшкенбай 2003 жылы туған, Астана қазақстандық әуесқой боксшы. 2021 жылғы жастар арасында әлем чемпионатында және 2021 жылғы жастар арасында Азия чемпионатында алтын медаль жеңіп алған. Бірінші тапсырма: мәтін тыңда, тақты боксшының өмірінде ерекше оқиғаларын сипаттап пікір алмасыңдар. Тілдік бағдар: етіс түрлері. Қимылдың іс-әрекеттің орындаушыға немесе іспен байланысты затқа қатысын білдіретін етістіктің түрі етіс деп аталады. Етістер мағынасына, морфологиялық тұлғасына қарай 4 түрлі болады. Олар өздік етіс, өзгелік етіс, ырықсыз етіс, ортақ етіс. Өздік етіс іс-қимыл, амал-әрекеттің сол істі істеушінің өзіне жұмсалуын білдіретін етістіктің түрін өздік етіс дейді. Өздік етіс сабақты етістіктің түбіріне ын, н, н жұрнақтар жалғану арқылы жасалады. Бұл жұрнақтар дауысты дыбыстан кейін н түрінде жалғанады, дауыссыз дыбыстардан соң н, н түрінде жалғанады. Мысалы, мен тарандым, сен жуындың, ол киінді, Болат шешінді деген сөйлемдерде тарау, жуу, қию, шешу қимылын бірінші, екінші, үшінші жақтағы адамдардың өздеріне жұмсағандығы айтылды. Ал өзгелік етіс қимыл, амалды істі істеушінің өзі емес, басқа біреу арқылы жасалатындығын білдіретін етістіктің түрін өзгелік етіс дейді. Мысалы, Біржан ән айтты, Біржан Әйгерімге ән айтқызды, біз шығарма жаздық, біз жоғары сынып оқушыларына шығарма жазғыздық. Өзгелік етістер етістіктің түбіріне дыр, тыр, ыр, қыз, кіз, т, р жұрнақтары жалғану арқылы жасалады. Екінші тапсырма: берілген етістіктерден өздік етіс жасап, спорт тақырыбына қатысты сөйлем құрап жаз. Ора, сұра, ойла, сүрт, лақтыр. Тоңып қалсаң көрпеге оран, үйден шығарда анаңнан сұран. Есеп шығарарда дұрыстап ойлан, ол жуынып боп сүлгіге сүртінді. Келесі үшінші тапсырма: мәтіндерді салыстыра оқы. Бекзат Саттархан 1980 жылы 4 сәуірде Түркістан қаласында қарапайым отбасында дүниеге келген. 1995 жылы алғаш рет бокс үйірмесіне жазылады. Ол жылы 15 жасында Түркістан қаласында өткен Сейітбековті еске алу турнирінде тұңғыш рет топ жарады. 1996 жылы Қостанай қаласында өткен бокстан жастар арасында Қазақстан Республикасының ішкі біріншілігінде чемпион атанады. 1998 жылы Бекзат үшін табысты болды. Сол жылы Аргентинада өткен жастар арасындағы әлем чемпионатында күміс жүлдегер атанды. 1999 жылы Венгрия мен Болгарияда өткен халықаралық турнирлерде жеңіске жетіп, Ташкентте өткен бүкіл Азия біріншілігінде күміс жүлдеге қол жеткізеді. Дәл осы күміс жүлдесімен бірге Сидней олимпиадасының жолдамасына ие болады. Бекзат үшін 2000 жылғы Сидней олимпиадасының алатын орны ерекше болды. Сидней финалындағы Бекзаттың қарсыласы әлем чемпионы америкалық Рикардо Хуаресте қарсыласын Бекзат Саттарханов 22-14 есебімен жеңіп, Сидней олимпиадасының чемпионы атанды. Сиднейдің шаршалаңы шаттықтан тербеліп тұр. Шіркін-ай, жер түбінен барған ат төбеліндегі қазақ жанкүйерлері мен көк байрақты армансыз желпиді. Сан мың жанардан ойпырмай, мұндай жауынгер халық аяқ астынан қайдан пайда болды деген таңданыс ұшқынын аңғарғандаймыз. Міне қазақ деген біз боламыз дейміз көк байрақты көре түсіп. Пай, Азияның ұлы даласын еркін жайлаған ұлы бабалардың ұрпағымыз деген мақтаныш сезімі көкіректі кернеп, тұла бойды дуылдатып әкетіп барады. Төрткүл дүние қазақтың жеңісіне қол соғып тұр. Әлгінде ғана Американың аруағын асырамын деп ринг төсіп майдан қылған әлем чемпионы Рикардо Хуарес күміс белесті олқысынан көз жасын тия алмай тұр. Айналайын, Рикардо, жылама, сенің елің алтынға кенде емес. Дәл бүгін құдіретті күшті жаратушы иеміз бізді алаш жұртын қолдады. Бекзат алаштың арманынан туған ұл. Ондай ұлдан ұтылдым деп қамықпа, жылама. Бекзат Саттархановтың жеткен жетістіктері өте көп. Солардың бірі Сидней олимпиадасындағы жеңісі үшін президент Нұрсұлтан Назарбаев Бекзат Саттархановқа бірінші дәрежелі барыс орденін табыс етті. Тарихта барыс орденінің тұңғыш иегері ретінде қалды. Бекзат Саттарханов осылай еліміздің даңқын, рухын көтеріп атағын шығарды. Оның арқасында бокс өнері де дамыды. Төртінші тапсырма: мәтіндердің стилін анықта, ойыңды дәлелде. Меніңше бірінші мәтін көркемдеу стилінде, ал келесі мәтін ауызекі стилде жазылған. Себебі бірінші бұл жерде ауыспалы мағына, көркемдік тәсілдерін, суреттеме құралдарын пайдаланған. Ал екінші адамдармен еркін әңгіме кезінде қолданылған. Сөздер мен сөз тіркестерін еркін қолданған. Келесі бесінші тапсырма: мәтіннен ауызекі сөйлеу стилі
стилінің элементтері қолданылған сөйлемдерді көшіріп жаз. 1995 жылы алғаш рет бокс үйірмесіне жазылады. 1996 жылы Қостанай қаласында өткен бокстан жастар арасындағы Қазақстан Республикасының ішкі біріншілігінде чемпион атанды. 6-шы тапсырма: қажетті етістіктерді мағынасына қарай сәйкестендіріп сөйлемді аяқтап жаз. Етіс түрлерін анықта. Жарыстарда әйгілі мықтылар мен ринг алаңында қалуын, жастарға арнап ауылда спорт мектебін, Сидней олимпиадасының чемпионы, бокста дүниесін, еліміздің көк туын әлемдік жарыстарда жеңіс туын олжалағанына, алтын жүлде қанжығасына. Яғни мұнда қажетті етістіктер байланды, желбіретті, жұдырықтастырды, атанды, қуанды, бағындырды, салдырды, өтінді. Жарыстарда әйгілі мықтылар мен жұдырықтастырды. Өзгелік етіс: ринг алаңында қалауын өтінді. Өздік етіс: жастарға арнап ауылда спорт мектебін салдырды. Өзгелік етіс: Сидней олимпиадасының чемпионы атанды. Өздік етіс: бокста дүниесін бағындырды. Өзгелік етіс: еліміздің көк туын әлемдік жарыстарда желбіретті. Өзгелік етіс: жеңіс туын олжалағанына қуанды. Өздік етіс: алтын жүлде қанжығасына байланды. Өздік етіс. Енді келесі 7-ші тапсырма: қазақстандық боксшылар олимпиада жеңімпаздары тақырыбында таныстырылым жаса. Ойыңды екпін түрлерін қолданып, тұжырымды, сенімді жеткіз. Өз сөзіңде етістіктің мағыналық түрлерін тиімді қолдан. Ермахан Ыбырайымов 2000 жылы Сидней, Бақтияр Артаев 2004 жылы Афины, Бақыт Сәрсекбаев 2008 жылы Бейжің, Серік Сәпиев 2012 жылы Лондон. Ермахан Сағилы Ыбырайымов қазақстандық әуесқой боксшы, 2000 жылы Олимпиада чемпионы, 1996 жылы Олимпиада ойындарының және 97-99 жылдары әлем чемпионаттарының жүлдегері. Бақтияр Ғарифолла Артаев боксшы, еңбек сіңірген спорт шебері, бокстан Қазақстан Республикасының чемпионы, 2004 жылы Афинада өткен Олимпиада ойындарының чемпионы, Вель Баркер кубогының иегері. Бақыт Абдрахманұлы Сәрсекбаев қазақстан әуесқой боксшы, 2008 жылы Бейжіңде өткен Олимпиада ойындарының жартылай орта салмақ дәрежесі бойынша чемпионы, Азия ойындарының 2 дүркін жүлдегері. Келесі спортшымыз ол Бақыт Абдрахманұлы Сәрсекбаев. Қазақстан. 8-ші тапсырмам: өлеңді мәнерлеп оқу. Өзгелік етіс қосымшасы жалғанған етістікті тап. Өлең жолдарында қолданылған басқа етістіктердің де түбірін анықтап, өзгелік етіс қосымшасын жалғап жаз. Денсаулыққа пайдалы: секірген әрі жүгірген, жаттықтырған адамды, хоккей менен волейбол. Допты теуіп қақпаға, ойнаймыз біз футбол. Шаңғы коньки шанамен биік таудан асамыз. Бокс пенен күресте алтын күміс аламыз. Өзгелік қосымшасы жалғанған етістік: жаттықтырғандар жырна жалғанып тұр. Өзгелік етіс қосымшасын жалғаймыз. Секірген — секірдіру, жүгірген — жүгірту, теуіп тептіру, ойнаймыз — ойнату, асамыз — астыру, аламыз — алдыру. 9-шы тапсырма: өз ойыңды 2 жұлдыз 1 тілекпен білдір. Жауабы: маған ұнаған нәрсе ол бізде осындай спортшылардың бар болған және олардың бойындағы қасиеттері. Балалар, осымен сабағымыз аяқталды. Менің каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий жазыңыздар.